Сатжанова Айгүл Досболовна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 17 жылдық еңбек өтілім бар. Өз мамандығымды жан тәніммен сүйемін, себебі қазақ тілі мен әдебиеті халқымыздың рухани байлығы мен ұлттық болмысының айнасы. Педагог сарапшы ретінде әр сабағында оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамытып, олардың бойына туған тілге деген сүйіспеншілік пен құрметті қалыптастыруды басты мақсатым деп білемін. 1981 жылдың 12 маусымында Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданының Антымақ ауылында дүниеге келдім. Мен үшін ұстаздық жай мамандық емес, рухани жауапкершілігі жоғары, жүрекпен атқарылатын сүйікті іс. Роман оқуды ерекше жақсы көремін. Ол менің шабыт бұлағым. Шабытым оянғанда өлең жазамын. Тіпті оқушыларыма арнап шығарған өлеңдерім де бар. Отбасым тірегім, тұрмыстамын, 5 баланың анасы болу мен үшін үлкен бақыт, әрі өмірімнің ең жарқын тарауы. 2020 жылы Қарағанды қаласынан Сепе ауылына қоныс аударып, бүгінгі таңда Сепе ауылдық жалпы орта білім беретін мектебінде қызмет атқарып келемін. Жаңа ортада да білім беру ісін сүйіспеншілікпен жалғастырып, оқушыларға рухани байлықтың, қазақ сөз өнерінің қадір қасиетін жеткізуге бар күшімді жұмсаймын. Қазақ тілі мен әдебиеті халқымыздың рухани қазынасы, ал сол қазынаның шәкірт жүрегіне жеткізу менің басты миссиям. Мен директор ретінде Айгүл Досболовнаны мақтан етемін. Айгүл Досболовна Сепе ауылының жалпы орта білім беретін мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі ретінде қызмет атқарады. Ол өз ісіне жауапты, шығармашылықпен жұмыс істейтін ізденімпаз ұстаз. Сабағында оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамытып, әдебиетке деген қызығушылығын дамыта білетін қадірлі әріптесіміз. Айгүл Досболовна ұжымда сыйлы, оқушылар мен жас мамандар үшін үлгі болатын ұстаз деп есептеймін.